Нөмірі 5-ші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығының қызмет алушылары және оқырман қауым. Бір ел бір кітап тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап таңдалған. Соның ішінде сіздердің сұраныстарыңыз бойынша Бердібек Соқпақбаевтың әжесінің баласы атты әңгімені назарларыңызға ұсынамын. Әжесінің баласы. Біздің Әли әжесінің баласы екендігін баяғыда танытқан. Үй іші болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұратын белгілі. Бір күні аяқ астынан жұбайымыз екеуміз әлденеден кіріңкіреп қалдық. Қызу қанды қызбалығымыз басылмаған кезіміз. Біріміз басымыздан біріміз сөз асыртпайтын емеспіз бе? Қолымызда енем бар. Біздің өстіп болмашыдан шырт ете қалғанымызды көргенде ол кісі мырс етіп жеңіл күлкімен күліп алатын әдеті. Сосын қызы мен менің бетіме пәндей қарайды да өзінің аналық қалыстық сөзін айтады. Сенікі дұрыс, сенікі теріс дейді. Балаларым жаман болса екен дейтін ана бар ма? Ол бізді әрине татулыққа шақырады. Мен әдеттегіше қария араласпаңыз. Бұл сіз араласатын шаруа емес деймін. Бұрын бұлай десем, енем дереу басылатында бұрылып жөніне кететін. Өткені біздің керісуіміз қалай тез болса, ауыз жаласуымыз да одан да тез екенін ол жақсы біледі. Үлкен кісі бұл жолы өтпеді, бұрылып кете бармады. Семья басы сен болғандықтан, бәріне сен жауаптысың дегендей менің бетіме тіке қарап тұрып. Анау балалар болса сөз түсінуге жарап қалды. Солардан ұят емес пе? Осыны көрген бала ол үлгі ала ма? Деді. Балалардың деп отырғаны 2,5 жасар Әли мен 1,5 жасар Мұхтар. Қария мен айттым ғой сізге араласпаңыз. Кейде енем де мінезі тіке. Неге араласпаймын? Араласамын. Мен немене бөтемін бе, біреумін бе? Олай болса кетем үйіме. Маған десең біріңді бірің жұлып же. Кетсеңіз барыңыз. Сіз жоқта да күн көргеміз. Енем қап-қара болып түтігіп дереу жинала бастады. Үйі Семейде, соған кетпек. Ол біздің қолымызда. Тұңғышымыз Әли туылған соң 1 айдан кейін келген болатын. Содан бері осыдан қызының қойыңыз деген сөзіне қолын сермеп тастап көнер емес. Бар көп сөйлемей, самолетке билет әкеп бер. Енді жылдан бері отырмын. Отыңнан кіріп күліңнен шығып, 2 балаңды өсіріп аяқтандырдым. Жетеді. Оны біліп бағалап жатқан сендер бармысыңдар? Шешесінің мінезі тіке екенін қызы білді. Сондықтан қарсы сөйлеп онша көп дауласпады. Дереу киінді де барып, келесі күнге таңертеңгі самолетке билет алып келді. Әли болса есейіп қалды. Детсадқа бересіңдер ме, үйде бағасыңдар ма, өздерің білесіңдер. Ал Мұхтар жанымды сендерге қалдырмаймын, өзімен бірге әкетемін дейді енем. Біз бұған мақұлмыз. Туғаннан әжесінің бауырында өскен балалар қай-қайсысы да ол бар жерде бізді керек қылмайды. Міне, аэропортқа енемді Семейге шығарып салып тұрмыз. Онда оның күйеуге шықпаған және бір қызы жалғыз бөлмеде болса, шалынан қалған қара шаңырақ үйі бар. Тап-тұйнақтай болып киінген, балқиған Мұхтар енемнің құшағында. Ол ештеңені біліп те қоймады. Дәл бір дүние жүзін аралауға саяхатқа кетіп бара жатқандай кішкентай қолдарымен бізге қош айтысып езуін жимай күлімсірей берді. Таңертеңгілік уақыт әйелім қызметіне кеткен. Менің кеңсем өз үйім. Оңаша қонақ бөлмеде жазып отырмын. Бір кезде ұйықтайтын бөлмеде Әлидің апа деген дауыстап үні естілді. Оянған екен. 2 балам да таңертең көздерін тырнап ашып, бізді емес әжесін іздейтін әдеті.
Мен жазуымды дереу доғарып Әлиге бардым. Кішкентай қоршаулы төсекшеден отыр ол. Ұйқысы қанған. Ау, Әлижан, қайырлы таң. Сені кім шақырды? Апам келмей, сен келуің қалай дегендей Әли маған өңі бұзыла қарап тағы да апа деді. Апа жоқ жаным. Тұра ғой, тұр. Тамағыңды іш. Апаң кеше Мұхтар екеуі Семейге кетпеді ме? Біраз күн болады да келеді. Ал, мен сені зоопаркке алып барам. Онда тұмсығы мынандай не бар, піл бар, көресің. Бұл сөздердің бәрі де Әлидің құлағына кірмеді. Өңі одан әрмен бұзылып жылауға айналды. Пыш-пыш етіп, мұрнынан да береке кете бастады. Тамақты әйтеуір ішкен болды. Бірдеңені шалдап жазғысы келген жазушы сиыр тәрізді оңаша қалғанда ешкім мазаламауды қалады. Әлиге ойна деп үйдегі бар ойыншықты алып жайып салып жазу столына қайта келіп отырдым. Ойнау қайда, Әлекең? Дәліздегі үлкен есіктің алдына ары қарап тұрып алып, апа, апа деп жылап отырды. Жазу жайына қалды. Әлиді жұмбақтап балам, жалынам, түсіндіріп айтсам, балам түсінбеді. Ұрсам бір сәтке томсырап тынышталды. Сосын мен бөлмеге қайта кіріп, қолымды қолыма қайта алған кезде әніне тағы басады. Апа, апа, түске дейін уақыт осымен өтті. Әли не ойнамады, не жатпады. Сырт есіктің алдында бағанағы бір орында көз жасы 6 тарам болып әжесін іздеп тек жылағанын білдірді. Ұру обал кішкентай, әжесі ойнап елжіреп жасы 6 тарам боп жылауының өзі соншалықты сүйкімді. Түске дейін отырып тек қана жазуымды жаза алмадым. Ертеңі де осылай болатын. Әли маған енді мына үйде ештеңе де жазғызбайтын түрі бар. Жазбақ түгілі жөндеп демалу көр. Ыза болдым. Ашық тұрған есіктен Әлиге доғар деп бір ақырып дәлізге шықтым. Аэропорт кассасына телефон соқтым. Жасыңыз мың болсын, айтыңызшы, осы дәл бүгін Семейге ұшатын самолет бар ма? Билет табыла ма? Маған өте тығыз қажет еді. Қазір суық күз, жазды күнгідей жолаушылар ағылып жатқан кез емес. Қазір деп кассадағы қыз сәл күбілжіді де көреміз деді. Ой, қуанғаным. Сағат нешеде ұшады? Қарындас, көп жасаңыз. Сіз маған бір билет қалдырсаңыз. Қазір осы жарты сағатта жетіп барамын. Тыз етіп такси келе қалды. Бізді іздеме, біз Семейге кеттік деген бір жапырақ қағазды ас ішетін столдың үстіне қалдырып, Әли екеуміз аэропортқа тартып жөнелдік. Семей ет комбинатына таяу 3 қабатты өзіме таныс сары үй, таныс есік. Әлиді есік ашылған бірдеңе көрінетіндей етіп тұрғыздым да өзім бұлай таман қалған тұрып қоңырауды бастым. Бұл кім? Даусы енемдіке. Сөйткенше болмай есік ашылып кетті. Екі білегін түрінген киінген енем қарсы алғанда екі құлағы қалқиып аспаннан түсе қалғандай боп өзіне қарап тұрған Әлиді көрді. Кеше ғана сонау алыста Алматыда қалдырған сүйікті немересі Әли, Әлижан, апа, екеуі бір-бірін бір ғасыр көріспегендей құшақтары айқаса кетті. Біздің Әли әжесінің баласы екенін міне осылай танытқан. Ол осы күні де жігіт болғанына қарамай бізбен сәл ренжісе Семейге кетем деп қорқытады. Мінезі әжесіне тартқан. Бір бетке кетсе кетіп те қалуы әбден мүмкін. Мына оқыған әңгіме сіздердің
бойларыңыздан шықты деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.